Статистиканы сөйлетсек, Қазақстандағы әрбір 8-ші адам қаржы алаяқтарына алданып қалған. Сонымен қатар елдегі әрбір 3-ші тұрғын қаржы ұйымы атынан әрекет ететін қаскүнемдердің арбауына түскен. Айтыңыздаршы, адамдар қаржы алаяқтарына неге алданып қалады? Көрсе қызарлық көп пайда табамын деп ойлайды. Телефонда білмей түймелерді баса бергеннен болар. Демек сен фильм немесе ойынды жүктеп алу кезінде көптеген операциялар орындайсың ғой. Сол кезде сен өзің туралы жеке мәліметтерді өңдеуге рұқсат бересің. Егер файлдарыңа кіруге рұқсат берсең, олар саған қауіпті вирустарды жібере салуы мүмкін. Балалар мен жасөспірімдер түрлі ойындар мен фильмдерді, түрлі контентті жүктеп алып жатады. Олар тексерілмеген контентті жүктеймін деп қауіпті қосымшаларды көшіріп алуы мүмкін.